Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы біздің жобамыз. Көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауын қойып оқы. Қоршаған ортаны қорғау. Айналадағы дүниеде тіршілікке қажетті жағдайдың бәрі бар. Бірақ кейінгі кезде олардың азайып, ластанғаны жиі байқалып жүр. Лас суды адам іше ме? Ал іше қалса не болар еді? Лас су өсімдік пен жануарларды суаруға да жарамайды. Олай болса, судың тазалығын сақтау негізгі міндеттеріміздің бірі болуға тиіс. Ағашты кесіп, өсімдікті орынсыз жұлуға болмайды. Өсімдік құрса не болмақ? Осы сияқты ойланатын жайттар көп. Бұл туралы жер жүзі халықтары өздерінің аса пайдалы пікірлерін білдіруде. Айналадағы дүниені қорғау, оны жақсарту бүкіл халықтық іс. Сондықтан да бүкіл адамзат алдында мынадай міндеттер тұр. Әр ел, әр халық өз жерінің жағдайын жақсы білуге тиіс. Оны таза сақтауға, қорғауға атсалысу керек. Табиғат пен адам еңбегі тығыз байланысты. Табиғатты қорғауға, оны қалпына келтіруге барлық адам қатысуы қажет. Айналадағы дүние құбылыстары өте көп. Сондықтан әр адамның алдындағы дүние туралы білімі болуы шарт. Оған байланысты мәселелерді дұрыс шешу үшін өз мүмкіндігіне сенімді және батыл болуы керек. Сонда ғана әр адам қоршаған ортаны таза сақтауға, қорғауға және жақсартуға тікелей қатыса алады. Бұл қазіргі және болашақ ұрпақ үшін керекті жағдай. Керісінше жұмбақ. Сөз жұмбақта берілген жауап сөздердің сұрақ тапсырмаларын жаз. Бірінші, көлденеңнен тұрған жауаптардың сұрақтарын жазайық. Бірінші, кімге, неге деген сұраққа жауап беретін септік түрі барыс септігі. Екінші, табыс септігі дегенге сұрақ қорайтын болсақ, кімді, нені деген сұраққа жауап беретін септік түрі. Үшінші, кімде, неде деген сұраққа жауап беретін септік түрі. Кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін септік түрі. Енді тігінен берілген жауаптардың сұрақтарын қояйық. Кім, не деген сұраққа жауап беретін септік түрі. Кімнен, неден деген сұраққа жауап беретін септік түрі. Кіммен, немен деген сұраққа жауап беретін септіктің түрі. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаған болса, міндетті түрде арнама жазылып, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман, сау болыңыздар.